Саламатсыздар ма? 6-шы дәрісіміздің тақырыбы сөз жасамдық мағына. Туынды мағынаның негізділігі. Туынды сөздер. Дәріс мазмұны: 1. Сөз жасамдық мағына. 2. Туынды мағынаның негізділігі. 3. Туынды мағынаның түрлендірілген түрі. 4. Көшірілген туынды мағына. 5. Туынды мағынаның тепе-теңдік түрі. 6. Туынды сөздер. Сөз жасамдық мағына. Сөз жасамдық мағына сөз жасам жүйесінің басты ұғымдарының бірі. Ол сөздің жаңа тұлғасын жасау барысында туынды сөз бен негізгі сөздің арасындағы мағыналық қатынас арқылы пайда болатын мағына түрі. Бұл мағына лексикалық мағынаға негізделген, бірақ өзіндік семантикалық ерекшелігімен дараланады. Мысалы, жаз сөзінен жазушы сөзінің туындауы. Мұнда жаз қимыл атауы болса, жазушы сол қимылды жүзеге асырушы тұлға. Мұндағы жұрнақ туынды мағына жасап тұр. Сөз жасамдық мағына арқылы сөздің атауыштық қызметі кеңейіп, тілдегі деривациялық байланыстар жүйесі дамиды. Сөз жасамдық мағына сөз жасам саласындағы негізгі мәселе. Сөз жасамдық мағына жаңа сөздің жасалу барысында негіз сөз бен туынды сөз арасындағы семантикалық байланыс. Туынды сөздің лексикалық, грамматикалық, синтаксистік тұрғыдан жаңа қызметке ие болуын сипаттайды. Мысалы, еттей, дөңки, кеми, байи, мұндағы түп негізгі зат атаулары, сосын одан туынды қимыл атаулары білдіреді. Мысалы, бай сөзіне байи сөзі арқылы етістік туындап тұр. Семантикалық ауысым өте күшті. Бай адам, баю ары қарай қимылы. Бұл лексикалық өзгеріс. Лексикалық мағына ауысуы негізділік белгісі. Кейбір сөздердің мағынасында өзгеріс тек формалық емес, мазмұндық сипатта көрінеді. Мысалы, күрек, бөлме, етікші, сыншы, қойшы сөздерін алсақ болады. Олар сәйкес қимыл арқылы жасалған заттың немесе адамның атауы. Мысалы, күрек, күреу үшін жасалған құрал, күре сөзінен туындап тұр. Бөлме, бөлу нәтижесінде пайда болған кеңістік. Қойшы, қой бағушы, яғни қой сөз арқылы жасалынып тұр. Осылайша, лексикалық мағына жаңа мазмұнға ауысып, нақты сөз, нақты атауыштық мәнге ие болады. Синтаксистік деривация мен оның айырмашылығы. Сөз жасамда лексикалық деривация мен синтаксистік деривация ерекшеленеді. Мысалы, лексикалық деривацияның ерекшелігі: мұнда түп негіздің мағынасы мен туындының мағынасы айтарлықтай өзгеріс болады. Ал синтаксистік деривацияда түп негіз бен туынды лексикалық мағынасы мағына жағынан бір-біріне жақын. Тек сөз табы ғана басқа болады. Мысалы, жүріс сөзі туындауы, яғни етістіктен жүріс зат есім сөзі туындауы. Сұрау, желіс, яғни сөз таптарының басқа сөз табына ауысуы. Қимыл атауы етістіктен есім сөздерге ауысып тұр. Бірақ бұл жерде ескере кететін бір жағдай: сөз табының ауысуы міндетті түрде синтаксистік деривация екенін білдірмейді. Себебі лексикалық деривацияда да сөз табы өзгеруі мүмкін. Тек қана лексикалық деривацияның ең басты ерекшелігі бұл жерде екі мағына арасында айтарлықтай өзгеріс болады. Синтагматикалық деривация күрделі сөздер жүйесі. Сөз жасамда синтагматикалық деривация бірнеше түп негіздің бірігуі арқылы туындаған күрделі сөздер арқылы көрінеді. Мысалы, елубасы, жүзбасы, көкдолы, автобаза деген сияқты сөздер. Бұл сөздердің мағынасы құрамындағы сөздердің семантикалық қосындысына негізделеді. Олар ұжымдық, әкімшілік, әлеуметтік, фразеологиялық ұғымдарды білдіреді. Мұнда ұғым, атау, таңба модель арқылы айқын көрінеді. Сөз жасам тәсілдеріне байланысты мағына өзгерістері. Тәсіл түрлері: бірінші, синтетикалық тәсіл, бұл жұрнақ арқылы жасалыну. Мұнда мағына өзгерісі көрінеді. Мысалы, бай, байи, қой, қойшы, яғни бастапқы мағынасы басқа мағынаға өзгереді. Ал екінші тәсіл аналитикалық тәсіл. Бұл жерде күрделі сөздер арқылы, мысалы, елубасы, жүзбасы, асылзада, біріккен сөздер, яғни күрделі ұғым атаулары болады. Ал семантикалық тәсілде бұл жерде мағынаның мүлде басқа мағынаға ие болуы. Мысалы, желіс, сұрау, бұлар мысалы нақтылау мағынасында өзгеріс пайда болады. Бұл тәсілдердің әрқайсысы сөздің құрылымына ғана емес, мағынасына да тікелей әсер етеді. Сонымен қорыта айтқанда, сөз жасамдық мағына дегеніміз туынды сөздің негіз сөзімен мағыналық байланысы. Ал негізділік дегеніміз мағына пайда болуының себептілігі, яғни уәжділігі. Түрленген мағына. Мұнда мағына түрленіп, реңкке ие болады. Көбінесе үлкейтіп немесе күшейту мағынасына ие болады. Көшірілген мағына. Мұнда сөз табының өзгеруімен байланысты мағынаның ауысуы.
Тепе тең мағына аббревиатура негізінде толық мағыналы сөздер. Туынды сөздер дегеніміз сөз жасамдық тәсілдермен жасалған жаңа лексикалық бірліктер. Сонымен сөз жасамдық мағына сөз мағынасының туындау үдерісі мен тәсілін түсіндіретін негізгі ұғым. Лексикалық деривация семантикалық өзгеріске ұшыраған туындылар. Синтаксистік деривация мағынасы жақын, бірақ сөз табы өзгеше туындылар. Синтагматикалық деривация күрделі ұғымды білдіретін бірнеше негізден тұратын сөздер. Бұл процестердің бәрінде уәжділік, негізділік, сөз жасамдық тип көрініс береді. Бүгінгі дәрісімізді бекіте түсуге арналған практикалық тапсырмалар. Бірінші тапсырма талдау. Берілген туынды сөздердің түбірін анықтап, сөз жасамдық мағына қандай тәсілмен жасалғанын жазыңыз. Берілген сөздер: асқазан, көзқарас, етікші, көкдолы, балапан, күркетауық. Екінші тапсырма салыстыру тапсырмасы. Төмендегі сөз жұптарын лексикалық деривация мен синтаксистік деривация тұрғысынан салыстырып, мағыналық айырмашылығын жазыңыз. Сөздік жұптар: сұра, сұрау, ет, еттей, жүр, жүріс, бай, байы, бөл, бөлме. Мұндағы нұсқаулық әр сөздің сөз табын, мағына өзгерісін, деривация түрін көрсетіңіз. Үшінші тапсырма уәжділік. Берілген сөздерге уәждеме талдауын жасаңыз. Яғни сөздің қалай пайда болғанын, оның түп негізі мен мағына арасындағы себепті байланысты анықтаңыз. Берілген сөздер: қаражидек, аққұман, жексұрын, алаңғасар, еліккүл. Яғни бұл жерде уәжділік дәрежесін көрсетеміз. Тура уәжділік, жартылай уәжділік немесе көмескі уәжділікпе соны анықтаймыз. Төртінші тапсырма сөз жасамдық тізбек құрастыру. Төмендегі түбір сөздерден 4 сатыдан тұратын сөз жасамдық тізбек құрастырыңыз. Әрбір туынды сөзге мағына беріңіз. Бұл жердегі берілген түбірлер: қой, жаз, қала, көз. Мысалы, көз сөзінен көзілдірік, көзілдірікті, көзілдіріктілер деген сияқты сөз жасамдық тізбек жасаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.